İyi tыңдармандар, біз алдыңғы лекцияларда геккон дегенді кейде геккон балығы деп айтып жібердік. Ол геккон деген кесерткі ғой. Кесерткінің бір түрі. Оны түзетіп алыңыздар. Жалпы мына қазақ емшілері базардан кептірілген кесертке кептірілген жыландарды алып емшілікке пайдалана береді. Мысалы, араб желімі деп қояды. Ол да қытайшадан аударған атау. Оның енді халықарадағы атауы акация чайыры. Толық атауы акация чайыры деп ұқсаңыздар болды. Акация ағашынан алынатын чайыры. Ал енді гекконды Қытайлар суда жүргенден арт жағына үй дегенді қосып жібереді, балық дегенді. Соны геккон балығы деп, кейбір жерде геккон, кей жерінде геккон балығы дейді. Шынында ол кесертке. Осыларды түзетіп алсаңыздар болды. Енді ауруларға арналған рецепттерді оқи бастайық. Көкжөтелді емдеуге тағайындалған рецептік тағамдар. Бірінші рецепт. Көк сиырдың сүтінен лайықты мөлшерде аласыз. Жасау әдісі. Дені сау көк сиырдың таңертеңгі кешкі уыз сүтін сүзгіден өткізіп, жылыдай пісіріп, көкжөтел болған баланың жасына қарай 250-300 мл күніне 2 рет ішкізеді. Бұл әдіс көкжөтелді емдеуден тыс қақырықты босатып, тынысты кеңейтіп, денені қуаттандырады. Екінші рецепт. Дала кептері. Дала кептерін бауыздағанда қан бұзылып кетпеу үшін оған 40% ағарақтан аздап қосасыз. Соны бөтелкеге құйып дайындайсыз. Қан мен арақты екеуін араластырып. Мұны 2-5 жасқа дейінгі балаларға әр жолы бір кішкентай қасықпен күніне 2 рет ішкізесіз. Бұл баланың көкжөтеліне ем болады. Үшінші рецепт. Ары ұясы. Жасалу әдісі. Ара ұясын қайнаған суға салып, сарғылтым суы кеткенше 4-5 рет жақсылап жуады. Одан соң дәкіге орап, 2 шыны суға 30 грамм мұз қант қосып қайнатып салқындағаннан кейін бір жолда ішіп тауысасыз. Бұл көкжөтелге ем болады. 4-ші рецепт. Тауық өті 1 дана, шекер лайықты мөлшерде. Тауық өтіне шекерді араластырып, күніне 2-3 рет ішесіз. 1 жастан төменгілер 3 күнде, 2 жастан төменгілер 2 күнде, 2 жастан жоғарғылар 1 күнде ішіп тауысады. Бұл көкжөтелге ем болады. 5-ші рецепт. Қой өті 1 дана, шекер лайықты мөлшерде. Қойдың өтін 3-ке бөліп, лайықты шекерге араластырып, 3-ке бөліп, 1 күнде тауысады. 6-ші рецепт. Сиыр өті 1 дана, рауғаш 9 грамм. Қолдану әдісі. Шикі рауғашты талқандап, өт қалтасының ішіне салып, желғақты көлеңкелі жерге асып кептіріп, талқандап 1 жастағы балаға 0,5 грамм қайнаған сумен күніне 2 рет ішкізеді. Яғни 1 жастағы балаға 0,5 грамм өтті, рауғашпен араласқан өтті. 0,5 грамм өтті қайнаған сумен күніне 2 рет ішкізеді екенсіз. Көкжөтел болған балаға бересіз. 7-ші рецепт. Чаян 1 дана, жұмыртқа 1 дана. Мына чаян дегенде сіз албаты чаян екен деп ойлап қалмаңыз, оны қазақ емшілері ғана біледі. Жасалу әдісі. Чаянды кептіріп, талқандап, піскен жұмыртқамен бірге 1 жолда жеп тауысады. 3 күн жалғастырасыз. Сонда көкжөтел сауығады. 8-ші рецепт. Ерітілген жылқы майы 100 мл. Бал 100 мл. Сасыр чайыры 10 грамм. Қолдану әдісі. Барлығын қосып араластырып жылытады да, әр жолы 10 граммнан күніне 2 реттен ішсе, сырылдақ демікпені емдеп жазуға пайдалы болады. Жіңішке қан тамырлардың кедергісін ашып, магний құрамын толықтыратын тағам. 1-ші рецепт.
Arpa, жүгері, сары бұршақ қосылған тағам. Жасалу әдісі: арпа 120 грамм, бұршақ 30 грамм, жүгері 30 грамм, теңіз балдыры 4 грамм, күріш 40 грамм. Бұларды суда қайнатып пісіріп 15 грамм ақшекер қосып күніне 3 реттен ішеді. Бұршақ өндірмесі болса тіпті де жақсы. Бұршақтың суда өскені болса тіпті де жақсы дейді. Шипасы: ми қан тамырлар жүйесінің зақымға ұшырауы салдарынан болған магний элементтерінің кемеюінен бастың жартылай ауруына емдік пайдасы бар. Күріш, арпа, жүгері, теңіз құрағы сияқты азықтықтарда магний құрамы көп болады. Балдырда магний қан тамырлар мен нервтің қалыпты әрекеттенуіне пайдалы, үнемі азықтанып тұрғанда денсаулыққа пайдалы. Екінші рецепт: бормидың шашағы дейді, ол жүгерінің шашағы ғой. 150 грамм мұзғант, яғни нават лайықты мөлшерде қосып, су қосып қайнатып араластырып ішсе әр түрлі қан қысым, яғни давление ауруларына ем болады. Үшінші рецепт: бұршақ 20 грамм, күріш 60 грамм, мұзғант, яғни нават лайықты мөлшерде қосып қайнатып күніне 1 реттен жалғасты 15 күн ішсе қан қысым, яғни давление ауруларына ем болады. Төртінші рецепт: тауық жұмыртқасынан 2, жауын құрттан 5, лайықты мөлшерде тұз және зығыр майын қосасыз. Жасалу әдісі: жұмыртқа қабығын алып тастап, жауын құртты жарып, жуып, тазалап, лат нәрселерін шығарып тастап, кертіп, кесіп дайындайды. Жұмыртқа, жауын құртты қосып ыдысқа салып, майға қуырып, тұз, сояуи соус сияқты дәмдеуіштерді қосып, күніне 1 жолдан жалғасты бірқанша күн ішсе, бауырды емдеп, қан қысымына шипалы болады және нервті тыныштандырады. Бесінші рецепт: жылан балық 250 грамм, ұзын, көлденең қылтаны жоқ, қабырғасынан басқа ұзын бір балықтар болады. Оның енді қазақтар жылан балық деп айтады. Сол жылан балықтан 250 грамм, аю балдырған 15 грамм, жау жұмыр 15 грамм дайындалады. Жасалу әдісі: қара жылан балық шегін аршып тазалап, басымен қоса пісіреді. Жау жұмыр, аю балдырған жуып тазаланып, дәкіден жасалған дорбаға салып, аузын буып, қазанда бірге қайнатады. Нілі сорпаға шыққаннан кейін алып тасталады. Зімбір, тұз, сарымсақ қатарларды салып, дәмдегеннен кейін жылан балықтың етін жеп, сорпасын ішеді. Шипасы: қанды күшейтіп, қан айналысын жақсартады. Ауырып, қатты ауырып әрең тұрған адамның дене әлсіздігін, қан әлсіздігін, қуатсыздық, бет еттерінің солып сарғаюын, әр түрлі темір етке, бөрткендерге де шипалы ем. Қан тамырдың кедергісін ашатын дәрілік тағамдар. Бірінші рецепт: қымыздың емдік пайдасы. Жаңа сауып алынған бие сүтін сүзіп, бір шелекке құйып, оған 1 ожау қор құйып, жылы орында 1 тәулік сақтап ішеді. Қымыздың сапасы ашытқан ыдысына адамдардың қымызды ашыту барысындағы тазалығы мен техникасына қатысты болады. Қымыз сауған кезде жылқының тезегінің дәмі шығып кетпейтіндей таза болу керек, немесе ыдыс түбінде айран қалмағандай таза ыдыс болу керек. Ашыған сүт, басқа бір сүттер болса, онда қымыздың ашуы да бөлекше болып кетеді. Сондықтан қидың түйі ұшқынын да жолатпай, жылқы қиының. Жылқының емшегін жуып, қымыз сауатын ыдыспен қымыз пісетін ыдыстардың бәрі тап-таза болғанда ғана жылқының қымызы өте мұрын жаратын әдемі иісті және дәмді және ішкен сайын ішкің келетін жақсы болып шығады.
Qымыз жасалуына қарай көп түрге бөлінеді. Уыз қымыз, бал қымыз, құнан қымыз, бесті қымыз, асау қымыз, түнемелі қымыз, жуас қымыз, құрайталы қымыз, сары қымыз. Осылардың әрқайсысының өзіне тән ерекшелік қасиеті мен емдік қасиеті болады. Күніне 2 реттен 500 мл ішеді. Яғни жарты литрден күніне 1 литр ғана іше алсаңыз, соның өзі өте үлкен ем болады. Денеңізді қуаттандырады, асқазан, бауыр, бүйрек, жүрек қызметін жақсартып, қан тамырлардағы кедергілерді ашып, рухты серпілтіп, нерв жүйелерін жақсылап, денедегі уытты айдап, зат алмасуын тездетеді. Шаштың мезгілсіз түсіп қалуының алдын алатын рецепт. Жаңғақ дәні, ағаш саңырауқұлағы, сирақ сіңірі қосып пісірілген сорпаның емдік ролі шаштың мезгілсіз түсуінің алдын алады. Жасалу әдісі: талқандалған жаңғақ дәні 30 грамм, ағаш саңырауқұлағы 30 грамм, күнжіт майы 30 грамм, үйтіп жуып тазаланған сиырдың сирағы 2 дана, су құйылып, дәмдеуіштер, қант, сояуи соус, сары арақ лайықты қосып, қазанда пісіріп, сирақ сіңірі сорпасы ішіледі. Жастар мен жасөспірімдердің шашының ерте түсуіне, ағаруына шипа болады. Бауыр, бүйрек әлсіздігі мен қан аздықтың, мезгілсіз қартаюдың алдын алады. Туыттан кейінгі әйелдердің омырау үстін көбейтуге, өңін ажарландыруға, үлкен дәреттің қатуын тежеуге, үлкен дәреттің жұмсаруына емдік шипасы бар.